Саламатсыздар ма, Кентау гуманитарлық техникалық колледжінің студенттері. Бүгінгі біздің дене тәрбиесі және оқыту әдістемесі сабағынан өтетін тақырыбымыз мектеп жасына дейінгі балалармен ойналатын қимыл қозғалыс ойындары. Сабақтың мақсаты жылдамдық пен ептілікті арттыру, тепе-теңдік сақтау, қимыл қозғалыс дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар балалардың бір-бірімен байланыс жасап, танымдық белсенділіктерін арттыру. Қимыл қозғалыс ойындарының міндеттері білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру осы 3 сала бойынша жүргізіледі. Жалпы ойын маңызды іс. Ойындардың қай-қайсысы болса да баладан төзімділікті, тапқырлықты, ізденімпаздықты талап етеді. Қимыл қозғалыс ойындары балалардың ақыл-ой, адамгершілік, еңбек және эстетикалық жағынан тәрбиелеу жұмысын жүзеге асыруға, олардың сергек, шат көңілді және белсенді болуларына мүмкіндік тудырады. Және мұнда қимыл қозғалыс ойындарының бірнеше түрі көрсетілген. Қимыл қозғалыс ойындары баланы қоршаған ортадағы жағдайдың өзгеруіне қарап, тез шешім қабылдап, оны жүзеге асыруына және батылдық, ептілік, белсенділік қабілетін қалыптастыруға көмектеседі. Қорыта келгенде, тәуелсіз елімізге білімді, саналы, парасатты, ұшқыр ойлы, тәні таза, денсаулығы мықты, адал білімді баланы тәрбиелеу. Дұрыс ұйымдастырылып өткізілген қимыл қозғалыс ойындары баланың дене бұлшық етін дамытып, қан айналу, тыныс алу жүйелерінің жұмысын жақсартады және дене бітімінің түзу, әдемі болып өсуіне септігін тигізеді. Бүгінгі сабақ осы. Назарларыңызға рахмет.